24 мамырдан бастап Қазақстан Республикасы бойынша кәмелеттік жасқа толған, соңғы 5 жыл атына үй рәсімделмеген кез келген жан тұрғын үй кезегіне тұрса болады. Астана, Алматы, Шымкент қалаларында 3 жыл прописка болу қажет. Басқа қалаларда ондай шарт талап жоқ. Пропискаға тұрасыз, тұрғын үй кезегіне отбасы банкін арнайы портал арқылы өтінім бере беретін боласыздар. Астана, Алматы, Шымкент қалаларында 3 жыл прописка бір ғана бағыт бойынша қажет емес. Яғни егерде сіз жетім бала категориясы бойынша үй кезегіне тұрайын деп жатсаңыздар. Енді қараңыздар достар, неге сіздерге тұрғын үй кезегіне тұрып алған дұрыс болады? Себебі ол көптеген жандарға ыңғайлы, қолайлы бағыттармен баспана алуға мүмкіндікті ашады. Мен естуім бойынша, енді бұйыртса ресми оның барлығын жариялайтын боламыз. Жаппай тұрғын үй кезегіне тұру мәселесі жүзеге асқаннан кейін лестница доступности деген қосылады. Ол дегеніміз не? Егерде сіздің табысыңыз төмен болса, онда сіз арендный жүйеге қатыса аласыз. Егерде сіздің табысыңыз жоғары болса, онда сіз несиелік, яғни ипотекаға баспана алу бағыттарына қатыса аласыз да. Сондықтан кімнің кәмелеттік жасқа толған баласы бар, Астана, Алматы қаласында 3 жыл прописка, басқа қалаларда пропискаға тұрып, бірден өтінім бере беру мүмкіндіктеріңіз болады. 24 мамыр 2025 жыл. Дайын жүріңіздер ағайындар. Таратып қойыңыздар. Жақсы.